Бәріне қайырлы күн достар. Есімім Жания Бақтиярқызы. Ең алдымен мен сіздерді тендер бойынша тегін түсіндіремін деген сабаққа шақырдым да. Бірақ өзімді таныстырып өтейін. Себебі сіздер кімнен білім алатындарыңызды біліп, танып барып, ары қарай сабақты до конца көрсеңіздер болады. Мен Жетісай қаласының тумасымын. Қазіргі таңда Алматыда тұрып жатқаныма 6 жыл. Бірақ мен тендер саласымен айналысып жатқаныма 2 жыл. Но 2 жылдың ішінде тендердің 3 бағытымен де айналысып, товар, услуга, работа деген, осы 3 бағытпен 2 жылда 150 миллион таза капитал жинап, өзіме 2 үй, бизнес класста және комфорт плюс класста Алматы қаласынан алдым, және 2 машинам. Одан бөлек жинаған қорларым бар. Барлығын суммасын құрайтын болсақ, 150 миллион капиталды құрайды екен. Жасым небәрі 22-де болса да, бұндай нәтижеге жетуіме маған және шәкірттеріме не түрткі болды, соның барлығын білгіңіз келсе, до конца қараңыз. Жалпы қазіргі таңда сіздерге түсіндіріп өтейін, тендер деген не, ол неше түрі бар, және де тендермен қалай ақша табуға болады деген сияқты сұрақтарыңыздың барлығына жауап алып кетесіздер. Тендер дегеніміз не? Тендердің өзіне тоқталып өтейінші дұрыстап. Тендер дегеніміз бұл мемлекетпен тікелей бизнес. Арнайы сайттарда ғана ойнатылады. Яғни самұрық қазына немесе Госсакуп деген сияқты сайттарда, бірақ ең ыңғайлысы новичоктарға ол Госсакуп порталымен болатын тендер. Яғни ол жерде тендердің системасы былай: бүкіл мемлекеттік мекемелер, аурухана, садик, түрме, тағы қандай да бір мекемелер бар, соның барлығы өздеріне керекті майда шүйде товарынан бастап, ручка, дәптерінен бастап, өздеріне керекті услугаларды, яғни сайт жасату, терезесін жуу, немесе работаларын, ремонттарын, мектептің терезесін, есігін ауыстыру деген сияқты болсын, тендерге салады. Ал оны тікелей өздері алып жасай алмайды. Себебі ол мемлекеттің қалтасынан, бюджеттен түсетін ақшаны өзі игермеуі керек. Тек қана портал арқылы болу керек. Ал ол портал арқылы жұмыс жасауды кез келгеніміз істей аламыз. Ол үшін бізге тек ИП және немесе ТО керек болады. Физлицо ретінде қатыса алмаймыз. Егер сіз тендер саласымен айналысқыңыз келетін болса, ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Каспи магазинмен айналыссаңыз, мысалы, клиент іздейсіз, оның отзывын жинайсыз, рейтингіңізді көтересіз. Тендерде ондай мүлдем жоқ. Сіз жаңадан ашылған, бүгінгі ашылған ИП-мен ертең-ақ тендерде 15 миллионға дейінгі тендерлерге кіріп жасап кете аласыз. Яғни майда шүйдеден бастап опыт жинап көтеріле бересіз. Және бұл жақта сіздің кредитный историяңызға да қарамайды, сіздің тендер ұтып орындап жапқан системаңызға да қарамайды. Бірден кіріп кете бересіз. Жалпы мен тендерді өзім көп адам былай сұрақ қояды да: қазір 2 жылдың ішінде 150 миллион капиталға жетуіңе қандай тендермен бастасақ болады, сен сияқты осылай жететін болсақ дейді да. Мен айтатын едім, тендермен айналысу үшін ешқандай да көп ақшаның керегі жоқ. Аз суммамен бастағанмын. 30 мың теңгелік тендерден бастап опыт жинағанмын. Яғни тендердің 3 түрі бар деп айттым. Товар дегеннен бастап опыт жинадым. Товар ең оңайы новичоктарға. Мен солай бастадым. 6 ай товаркада жүрдім. Мысалы, бақила ұтып аласың, 120 мыңға ұтып алсаң, оны 60 мың теңгеге себестоимостын шығарып алып, индирайвермен Астанаға сал жүріп, заказчик қабылдап алғаннан кейін, үйде отырып ақ, Алматыда отырып ақ, заказчиктен сұраймын, қабылдап алдыңыз ба деп, ақшасын алып отырдым. Ал енді дәл осылай жасау үшін сіз кім болу керексіз? Тендермен айналысу үшін мен кім болу керекпін деген сияқты сұрағыңыз болса, ешқандай да сіз прям тендерді оқып алып деген сертификатыңыз болу керек деген сөз емес. Найымда жүрсеңіз де, студент болсаңыз да, қосымша жұмыс жасағыңыз келіп жүрсе де, сіз тендермен айналысып кете аласыз. Ең бастысы ИП немесе ТО ашсаңыз болғаны. Тендерге басында минимум 30-40 мың теңге керек болады. Қазіргі таңда вложение сонша керек. Тендерді былайша айтқан кезде жеңіл және оны орындап болғаннан кейін болатын жағдайды айтатын болсақ, көп адам айтады да, тиктокта, инстаграмда өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой, рекламада. Тендер оңай дейді. Оңай, қиын емес. Бірақ айтатын едім, оны оңай қылу үшін сіздерге кішігірім ізденіс керек болады. Себебі тендер ұтып алғаннан кейінгі қадамдарды білу керек. Тендер ұтып алғаннан кейінгі қадамдарды мен сіздерге айтып өтейін. Бірінші, сіз тендерді порталдан қарайсыз, дайын заказ тұрады. Оның арзан бағадан себестоимостын шығарып қатысасыз. Ұтсаңыз сіздікі, ұтпасаңыз басқа тендерлерге қатысып жүре бересіз. Егер сіз оны ұтып алатын болсаңыз, бірінші очередте сізге договор келеді, договорға қол қойып подписать етіп, заказчикпен согласовать етесіз. Товар осындай қылып апарамын деп, ол хорошо дейді, сосын сіз сатып алып апарып бересіз. Көрдіңіз ба, тендерде мүлдем риск жоқ. Ал сіз Каспи магазинмен айналысатын болсаңыз, или Wildberries-пен затты алдын ала покупать етіп, потом Каспиге саласыз. Ал тендерде сіз оның себестоимостын біліп, қатыса саласыз,
ұтсаңыз сіздікі ғана, сосын барып қана сатып аласыз. Дұрыс па? Өте керемет бизнес саласы, өз-өзіңізді көтеріп кетуге, масштабқа шығуға. Енді қараңыздар, мен сіздерге тендерді жалпақ тілмен, өте қарапайым тілде қайтадан дұрыстап түсіндіріп өтейін, қалай табыс табуға болады. Мен сіздерге товар бөлімімен өзім қалай табыс тауып жүргенді және шәкірттерім қалай табыс тауып жүргенін айтып өтейін. Жалпы қазіргі таңда мен өзім открытый конкурс тендерінен солтүстік Қазақстанда жаңағыдай су басатын жерлерде товар тендерін ұтып алдым. Яғни оларда су басып жатқан кезде суларын тез тартылуына көмектесетін бізде зат бар, товар, ол мотопомпа деп аталады. Мен соны ұту арқылы өзім үстінен таза пайда 15 миллион көрген болатынмын. Былтыр 2 айда үй алам деген челлендж жасаған кезде. Одан кейін услуга тендерінен қалай пайда көрдім? Услуга тендерінде мен өзім қалай тауып жүрмін? Мысалы, Өскемен қаласындағы универге кітапханасына сайт жасап беру керек. Электронный библиотека. Соны мен 16 миллионға ұтып алдым. Таза пайда бұйырса үстінен қалайын деп тұр. Жартысы, 50% прям. Өйткені мен ол жердегі шығыным разработчиктерге ақшасын берем, услуганы жасауға. Одан кейін оның жаңағыдай сатып алатын подпискаларына ақша кетеді. Сонымен примерно 50% пайда. Ал енді работадан қалай тауып жатырмын? Работа тендерінде мен стройка тендерлермен және тігін тендерлермен айналысамын. Тігін тендерлермен де, стройкамен де әйел кісілер айналыса алады. Ешқандай да шектеу жоқ тендерде. Стройкамен өзім Алматы қаласынан кафель жабыстыру бойынша тендер ұтып алып, кафельшіктерге ақшасын беріп, жұмысын бітіріп берген болатынмын. Енді сіз де осылай табыс таба аласыз, бірақ ол үшін қазіргі таңда тендер саласымен жасау үшін сіз сияқты үлкен сумаға кіре алмаймын ғой десеңіз, шәкіртімнің мысалын айтып өтейін. Менің шәкіртім Астанада отырса да, Көкшетаудағы Дом культураның кілемін жудыртуды ұтып алып, 400 мыңға, 158 мыңға жудыртып, үстінен 230 мың теңге пайда көрген болатын. Қараңыз, үйден шықпай-ақ отырып жасауға болатын тендер түрлері бар ма десеңіз, товар мен услугамен айналыса аласыз. Ал жоқ, мен барлығына дайынмын десеңіз, 3 түрімен де айналысып кетсеңіз болады. Ал енді сізге мен ол үшін көмектесе аламын, табыс табу үшін. Бірақ өте керемет ұсыныс айтқалы жатырмын, до конца тыңдаңыз. Егер сіз порталды толығырақ түсініп, оған қалай тіркелу керек, оның ішінен қалай тендерді іздеу керек, 3 түріне де қатысып, үйреніп, табыс табу үшін сізге білім керек болады. Сол біліміңізге сәйкес мен көмектесе алатын дайын сабақтар жасап қойдым. Яғни порталға от и до кіру, шығу, документін қарау, санау, заявка жіберу. Заявка жібергеннен кейін оның ұттыңыз ба, ұтпадыңыз ба қарау, ұтсаңыз документке қол қою, документке қол қойып болғаннан кейін заказчикпен согласовать ету. Согласовать етіп болған соң оны орындау, апарып бергеннен кейін қандай документация жабылады, акт салу, электронный счет фактура салу, соның барлығын мен сізге толық түсіндіріп өтетін сабағымды ұсынғалы жатырмын. Менің шәкірттерім дәл осы сабақты алу арқылы осындай нәтижелерге жетіп жүр. Дәл қазір сіздерге ең тендердегі лучший студенттерімнің бірімен таныстыратын боламын. Ол Альбина ханым өзінің менен тендер обучениесінен кейін машинасын алғанымен айтып өтсе. Сәлеметсіздер, менің есімім Альбина болады. Жания Бақтиярқызының обучениесін алмай тұрып, мен жалпы көп жерде менеджер болып жасағанмын. Әсіресе полик, чехолдар сатқам, киімдер сатқам, бірақ ешқайсынан ондай дәрежеге жете алмадым да, өзім қалағандай машинаны алатындай. 6 аймен прям айналысып тендермен осы машинама қол жеткіздім. Сіздерге де советую рисковать етіңіздер. Үйде отырған ана болсаңыздар, өздеріңіз үшін тырысып оқып көріңіздер, потому что тендер саласы өзіңіздің дополнительный жұмысыңыз болса да, тендермен айналыссаңыз ешқандай кедергі келтірмейді. Серғазы деген шәкіртіммен тендер бойынша обучение алғаннан кейін өзінің осындай PlayStation бизнесін ашқан болатын. Сол бойынша өзімен таныса өтсек. Барыңызға сәлем, мен есімім Серғазы. Осыдан декабрь айында 2024 жылы Жания ханымның өзінен жеке тәлімгерліктен тендер, яғни курсын алған болатынмын. Жеке оқыдым. Соның арқасында мен осы 4-5 айдың ішінде сол тендерден үйренген нәрселерді қолдану арқылы көптеген ақша таптым. Енді нақты айтпай сақталады. Соның үстіне ақша қосу арқылы осы өзімнің PlayStation клубын ашқан болатынмын. Ешқашан қорықпаңыздар, тек қана алға және де өз сеніміңізге мықты болсаңыздар, яғни болашақтағы өздеріңіздің жетістіктеріне жетесіздер. Жалпы тендер бойынша менен обучение алуға кеңес бересіз ба? Әрине. Жания ханым лучший бірінші эксперт деп өзім санаймын негізі. Номер 1 эксперт деп санаймын. Егер де сіздер менің шәкірттерім сияқты нәтижеге жеткілеріңіз келсе, мен сіздер үшін арнайы осы тендер смарт сабағын дайындап қойдым. Оны алу үшін жекеме тендер смарт сөзін қалдырыңыз.